кандалалар. Кандалалар. Бүкіл бала шағасы диванда, адамды үйде ешкімді шақпайды ғой деймін соған қарағанда. Тыныш, бұл кісілер дәрілеген екен квартираны. Өздері дәріле алып шаштым дейді. Қай жаққа шашқан енді сұрамаппын. Көрінбейтін жерде өмір сүреді. Киім кешекте керек емес бұларға. Бұл осы диван болсыз диванда көбейеді. Және диванның біз көрмейтін жерінде көбейеді. Бір жұмыртқа алғанда бір қандалы 14-15 жұмыртқа алдырады. Өздері бір жылдай өмір сүреді екен, сол бүкіл өмірінде 500-ге жоқ жұмыртқа алдырады екен. Соны бір жылдан кейін өледі. Соны өте ұзақ өмір сүріп жатқандар өте сасық болады. Қазір дәрі шашып көреміз, қалай әсер етеді. Бұл кісілер білмейді. Квартира сатып алған кезде бұл кісілердің байқағанына 1-2 ай болған. Бұл енді 1-2 ай емес. Бір жылдай уақыт болған. Осындай дәрілер дайындап алдық. Дәріміздің аты осы каналда бар. Әсер еткенін көреміз. Қалай әсер ететінін. Үйстеді осылан жабысып алады достар. Аман қалып қалулар келеді. Қандалалар диванның астында көбейді. Киімдерде болмайды. Киімде өмір сүрмейтін біреу өмір кетуі мүмкін, бірақ киімде өмір сүрмейтін. Аппақ бұлардың жұмыртқалары. Қатты мына біреу басына жабысып басқан сасық иістері болады. Ұзақ өмір сүргендерінде. Негізі мына жерде көбейеді бұлар. Бұл жерлер уже жұмыртқаға толған. Енді мына жерлерге қалдырып отыр жұмыртқаны.
жұмыртқа. Қабырға ашық кеткен. Бұл пәтерді дәрілеген мына содан мынау потолоктарға пайда болған. Айналып бірінші сол потолоктарды дәрлеп алдық. Менің досы диван тұрған бөлмеде. Егер диван болмаған жағдайда осында трещиналарды көбейеді. Осында. Мына жердің аз қуыс. Көрдіңіз бе, егер водимунция жақса, соның астынан шығады. Қабырғаның ішіне кіріп алған. Бұл өзіне емес кірмейді, негізі дәрілейсіз ғой, түрлі дәрілермен. Соны дұрыс дәрілемегенде сөйтіп осындайдың ішіне кіріп алады. Диванды дәрі құйдық. Себілмей қатша бұны лақтыруға болмайды. Диванды мынандай түрінен лақтырсаңыз олар коридорға шығады. Сосын диваннан кетпейді деп ойындасаңыз, бәрібір диванды дәрілеңіз. Сосын барып лақтырыңыз. Ереже болсаңыз, енді үміттеп тастауға болады. Етаж үйде қалай өтесің? Біреуді жазады, өртеп тастауға диванды деп. Қайқа өртең кім рұқсат береді маған осындай? Диван өртейтін жер бар ма, бір жерде айтыңызшы. Қайықта бар. Қандаласы диванды бір жерге әкетіп өртеу деген жоқ ондай нәрсе. Қандаланы өзі қимылдатып, түсіргені өзі опасный. Қандаласы бар диван. Өйткені олар коридорға шығады. Бірінші дәрілі болдық. Осының астынан өттік. Арасына кіріп алған, арасына дәрі өтпеген.
енді шашып кеткен жақтар тексеріп көреміз енді. Әрқайсысына әртүрлі әсер етеді. Біреулер бірден өліп қалса, біреулер қашып ұшып жүрмейді. Мыналар қимылсыз қалыпты. Біреулер кішкене қашады. Біреуіне 2 секунд әсер етеді, біреулеріне 10-15 секунд әсер етеді. Осындай диван. Астындағы тігісінде осындай жерді қараңыздар. Осы YouTube каналға тіркеліп алыңыздар. Сонда адаспайсыздар. Осы жерде қандала жайында барлық ақпарат бар. Мен үйімде жоқ деп сіз тыныш ұйықтап жатсаңыз, сіз немесе жоқ емес ол. Кейбіреулерде ешкімді шақпайтын сияқты. Короче, шаққанын сезбейтін адамдар болады. Арасына тығылып отыр. Диванның көзін құртса болады екен уже. Дәріленбеген жер қалмау керек. Өйткені қай жерде дәрі жоқ, соған шығып алса, өмір сүріп кетеді. Байтінде де болды, астында да бар. Ағаштардың ішіне кірсе, осындай іздер қалады ағашта. Значит, бетіне шашқанда олар дәріні. Ол мына жаққа ауысқан, сосын потолокқа шыққан. Осындай болды. Біздің каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Қалай немен дәрілеп жатырмыз, бізде осы YouTube каналда бар. Барлық жерге ссылкаларын қалдырғанбыз. Әрқайсысына әртүрлі әсер етеді. Біреулер уже ұйықтап жатыр. Біреулер әлі жүр. Осылай үлкейтіп қарасаңыздар болады. Егер зренияларыңыз нашар болса, сонда қандаланы табасыз. Мына ұсақтың бәрі осының уже бала шағасы өсіп жетілген. Бәрі әлі тамақ жеуге шықпаған.